Ол жылда ең маңызды соғыс белгісіне тура сіздердің қарсы беттеріңізге Плутон үлкен трансформациялық ғаламшарының 20 жылға өтуі. Бұл сіздерге өмірлеріңізде ең маңызды бір адамдарыңызды, жұмысыңызды, кәсібіңізді кездестіруіңіз, бір ұстазыңызды кездестіруіңіз, некеге отыруыңыз, үлкен арманыңыздың орындалуы және трансформациялық бір бояну, өзіңізді жарыққа шығару. Егер үйде отырған адам болсаңыз, тіпті жұмыс барысындағы адам болсаңыз да, бір жаңа денсаулығыңызға қатысты оқиға болады, үйіңізде үлкен оқиғалар, некелік қарым-қатынаста, балаларыңыздың өмірінде, жасөспірім балаларыңыздың, жас үлкен балаларыңыздың өмірінде әйтеуір маңызды кезеңдеріңіз болады. 2025 жылы осы Плутон ең алғашқы арыстандар сіздерге әсер ете бастайды және 2026 жылы осылай кете береді. Әр қайсыңыздың градустарыңызға қарай, әр туған жылдарға қарай кете береді. Бұл Плутон бір абыройлы, иқты деген, немесе бір ақшасы бар адам, бір бай адамдар, немесе бір әлемге бір әйгілі адамдар, өміріңізде сіздің бір кәдімгі бір із қалдыратын, бір үлкен махаббат, құштарлықтар, әйтеуір осындай бір адамыңызды кездестіретін де жылыңыз, некеге отыратын, немесе арманыңыздың орындалып балалы болатын, үлкен бір кәсібіңізді ашатын. Себебі Плутон бұл не нәрсенің болмасын үлкенін береді, мәселенің де, конфликттің де, қуаныштың да. Сондықтан да бұл үлкен қаржыларды ұстау, үлкен кәсіптерді ашу, үлкен стресстерге түсу, тіпті бір травмалау, немесе жаңа жарақаттар алу, адамдар көп жиналған орталардан абайлауыңыз да керек. Себебі Плутон тура сіздердің күндеріңізге қарсы тұр. Сіз арыстансыз, күніңіз тұр, сіздің қарсы бетіңізде соғыс белгісінде осы Плутон 20 жылға осы жерге келді. Енді сіз бұрынғыдай болмайсыз деген сөз. Түбегейлі сізді 180 градусқа өзгерту. Бұл бір сәтте болмайды, 20 жыл арасында болады. Енді тағы да өте маңызды деген бұл Венера, сұлулық, әдемілік, қаржы, махаббат ғаламшары сіздердің белгілеріңізде 26 август пен 20 сентябрь аралығында тұрады. 2025-те. Осы кезең маңызды кезеңдеріңіз, өзіңізді әлемге шығаратын, көңіліңіздің көтерілетін сондай кезеңіз, әрі некеге тұруға болмайтын уақыттар. Бір құндылықтарыңызды қайта қарайтын, қарым-қатынастарыңызда, жұмысыңызда, кәсібіңізде, коллективіңізде, денсаулығыңызда. Бұл 2 март пен 13 апрель аралығында. Бұл кезеңде некеге отыруға, жұмыстарға тұруға негізі болмайтын кезең. Себебі кері бұрылады осы жерде Венера. Және сіздерде мына Марс ғаламшары, табандық жігерлі ғаламшары тұратын болады 12-ші салаларыңызда. Сондықтан да бір операциялар, немесе түбегейлі денсаулығыңызда толық зерттеу жасауда жылдарыңыз болады. Керемет жылдарыңыз болсын, арыстан.